Қызылордадағы лицей мұғалімдері заңмен тиесілі сағаттарына қол жеткізе алмай жүрміз деп шағымдануда. Өзіміздің еңбек өтіліміз барысында біз бұндай нәрсені көрген жоқпыз. Біздің директорымыз, басшымыз сабақтарын жексенбі күні өткен. Бюджетте берілетін сағаттарды мектеп директоры мен орынбасары өзара бөлісіп алғаны рас па? Ашынға мұғалімдер қалалық білім беру бөліміне арыз жазыпты. Тексеру жүргіздік деген шенділер мектепте тек ротация жүргізіп, директорға сөгіс жариялапты. Жұмыс істейтін мұғалімдерге сағатты берем, менің тәжірибемде сондай. Оны енді сізде кесіресіз, мен өзім мақтанбай-ақ қояйын. Менің кез келген мұғалімімнен сіздің директорыңыз сіздерге қалай жұмыс жасатады десеңіз. Мұғалімдер осы сенбі күні әр сенбіде және көктемгі демалысымызда біз жаңағы өз білімімізді шыңдаумен емес, баланы оқытумен емес, қосымшаға шақырумен емес, біз осы жоңышқаны егумен айналысамыз, өкінішке орай. Мектепте 200 адам ішінен менің орныма адам табылмады ма деген сұрақ туындады. Сонда жоқ, сен баратын болсаң өзің бітіресің, болмаса бармайсың деген шарт қойды. Сондықтан амалым жоқ. Мен аяғым ауыр болса да, шаршап жүрсем де, сағат таңғы 8-ден 4-ге шейін оқуда жүрмін. Оқудан келіп, мектепке сағат 8-ге шейін жұмысын бітіріп, үйге өлейін шаршап қайтамын. Осы енді қысым болмағанда не болып саналады?